Ассалаумағалейкум қазағым. Бауырлар, мен сендерге бұл көріністі айтайын дегенім дүниенің шектеулі екендігі туралы. Ата-бабамыздан айтылмаған сөз қалмаған. Сол сөздердің бірі дүние шексіз болмас, адамның көзі тоймас деген. Осы сөзді дәлелдеп түсіндіріп бергім келеді. Егер адам баласы көзі тоймай, табиғатқа зияны тиетін заттар жасай берсе, сөйтіп жер анамызды қорсып алса, міне сонда дүниенің шегі деген осы болады. Білім де ілім, оның шегіне жетуге болады, шыңына шығуға да болады. Осы айтқандарымның дұрыс екенін дәлел ретінде мыналарды айта кетейін. Математика, алгебра, геометрияда шектеулі. Математика дүниенің негізі, ал алгебра дүниенің құрылымы. Геометрия дүниенің түзілісі және әлемге апарар жолы. Яғни математика 0-ден 9-ға дейінгі саннан және плюс, минус, көбейту, бөлу, теңнен ғана шектелетін құрал. Ал алгебра заттарды тең бөлшекке, тең дәрежеде бөліп, қосып жеткізу болып табылатын құрал. Ал геометрия болса, заттардың арақатынасын, жолдарын дәлме-дәл көрсетіп беретін құрал болып табылады.